Қараманнан шыққан қайыршы. Бидәулет тумысынан кедей адам еді. Бала күнімнен көз алдымда. Шошандаған бес ешкісін айғайлап, ары қуып, бері қуып, кіжінетінде жүретін. Кейін үлкендердің әңгімесінен естуімше, арғаталары да иіні жарып, тон кимеген, ауы жарып, ат мінбеген адамдар болған секілді. Оны бір жылы жазғыттырым жалданып, Масаттың 300 қойын төлдеткенде Бидәулеттің өзі де айтыпты. Жеріген қой, жағызған қозы дегендей егіздете топырлатып, туып жатқан қалың төлді игере алмай кеткен Бидәкен. Осы жынды жауды 100-ге жеткізе алмай, 7 атам күйіп кетіп еді. Осылар қалай мың қырылтып айтап жүреді осы. Құдай-ау, мынаның малының қасқыр қалған бірі жоқ па? Енді текесі лақтап, қошқары қозылдайтын шығар деп күйінген екен дейді. Сол Бидәкен туралы әңгіме ғой бұл. Қорасының алдында өзінен өзі зіркілдеп тұрған Бидәулетке бір күні көршісі әрі құрдасы Құнаш жақындап келіп, әдеттегіден өзгеше бәсен үнмен сырласқысы келген адамдай жақындарта сөйлепті. Бидәк, осы саған көптен бері бірдеңе айтайын деп жүредім, дейді ғой. Айта бер, жер алыс болып қолын жетпей жүрме, депті Бидәк. Бұрында жібектей езіліп тұрғаны шамалы ғой, десе де соңғы 1-2 жылда сені мінезің қатты өзгеріп кеткен секілді. Болар болмас нәрсеге сонша шуланып, 50-ге жетпей әшейін бір шарқая шалға айналып барасың. Әкәу, бұл бұрын тым мұндай емес секілді еді, деп қоям. Не болып жүр осы саған, деп мұндалапты. Кедейліктен қажып кеттім. Құнаш, балалар жас, бұл кедейлік адамды титықтап, тамағынан жетеді екен ғой. Жалғып кеттім, деп тіпті деп, оның да тізесі дереу бүгіле кетіпті сонда. Демалып ал онда, депті Құнаш құрдасы қыжыртып. Мынаның астына барып, бірақ демалатын шығармын, деп қолындағы ағашпен жерді шұқылапты Бидәк. Қайтесін енді, кедейлік жалықсан шешіп тастар киім емес, шыдайсың да, туыстарың бар әйтеуір. Туысынан бір еркеш алып көр, сонсын бұлдап, бір жаз жұмысқа салады. Онан да жатын жақсы. Жат жарылқай ма, Бидәк-ау? Оның да жолы бар шығар, ойлану керек, депті Бидәулет. Бидәкен туыстары көмектеспейді емес, көмектеседі екен. Бірақ дәл бергенін бұлдамаса да, анау-мынау тірлігіне жәрдемге шақырады ғой. Соған өзі қиянқы, қырыс адам кейде шамырқанып, істесе де күңкілдеп, бұлқылдап жүріп істейді екен. Оның Құнашқа жақыннан жатын жақсы деуінің ар жағының бір бәлелі ой бас көтеріп келе жатыпты. Оны ол кезде құрдас көршісі де, туыс жақындары да білмеген. Ол уақытта Бидәулет екеуміз туып өскен Алтайда қазақ қайыр сұрайды, Қазақстан қайыршы шығады деген ой жан баласының түсіне кірмеген. Алайда анда-санда ұйғыр секілді өзге бір ұлттардың өкілі мойнына дорба салып, ел аралап қайыр сұрап жүретінді. Сақалдары кеудесін жапқан қария кісінің қайыр сұрап жүргенін көргенде таңырқап, әрі қорқып, қайыршы келе жатыр деп қашушы едік. Ал олар ешбір қазақтың үйінен құр шықпайтын, бірақ асқа тойдырып, бірі ақшасын салып беріп, қонақтай аттандырып жатушы еді. Осы жағдайды көріп, біліп жүрген Бидәулет албастың ойына бір күні жамандық түсіпті. Тым болмаса қазақты емес, қайдағы бір ұйғырдың да қалтасына толтырып жіберіп жатыр ғой. Мен сұрасам не бермеске деген үмітті қиял миына кіріп алыпты да, күні түні маза бермепті.
Осы ойына іштей бекім жасаған сайын шақырғанын жұмысына бармай, өзінен өзі шалқақтатыпты. Мойныма оюлы тоқыма қоржынымды салып алып, тартып кетсем қайтеді деген ой не қоя алмай, не іске асыра алмай өзі қажып біткен жанына емес, жыл бойы қажапты. Өзі жоспарына өзі зәрсап болыпты. Содан не керек? Тағы бір туысы қайта-қайта жәрдемге шақыра берген бір күні бұл да сол былтырғы күзде берген ақсақ тоқтысын бұлда отыр деп шамданған Бидәкен ойындағы әлгі шаруасына шарт бекініпті. Талай-талай оқталып, тартынып қала берген, тартынып қалған соң тағы мазасыз күй кешкен ол. Бұл жолы бастамасам, Бидәулет атым өшсін деп, өзіне өзі серт етіп, орнынан секіріп тұрыпты. Шешінген судан тайынбайды, бірақ судың да кез келген жеріне қойып бермей, ыңғайлы жеріне түсу керек қой. Оны енді жыл бойы ойлап қойған екен. Қайыр сұрауды өз ауылынан бастаса, елдің бәрі күледі ғой. Ойбай, Бидәулет шынданып кетіпті деп қашатын шығар. Кім біледі? Сондықтан қоңыр күздің бір күнінде оюының тамтығы ғана қалған ескі қара дорбасын сол иықтан қиғаштай 10 мықынның тұсына салып алып, өз ауылынан кейін тағы 3 ауылды артқа тастап, тоз-тоз боп 4-ші ауылдың шетіне ілініп, бісміллә деп бастайды ғой. Ол кезде, қазір де Бидәулет екеуміз туып өскен сол ауылда ешкім үй сыртынан айқайламайды. Тура келіп есіктің тұсынан тартып ішке енеді. Әсіресе ауыл ішінің адамдары сонда емін-еркін араласады. Шаруасы болса айтып, шаруасы болмаса отырып, шай ішіп, өзге де кісісі көп мол дастархан болса, ары-беріден әңгіме қозғасып дегенде сағаттап отырып қайтады. Енді бізден кейінгі 4-ші ауылдың салты өзгеше емес қой. Бидәулетіміз шеттеу тұрған бір үйдің ашық жатқан қақпасын ақырын ғана аттап кіріпті. Аттап кірсе 5-6 адам ауладағы тапчан тақтайда малдас құрып шай сораптап отыр екен. Бұл кісі ассалауды соза қоя беріпті. Отырғандар шетінен әлке салыпты. Сонымен не керек? Келінізмен кеукелеп, төрге бірақ шығарыпты. Күзді күнгі қойы сүттен қатқан күрең шайды 2 қауып ұрттағаннан қаншама жерден жаяулап қаңқытып келе жатқан Бидәкенің жұқа шекесі шып-шып терлепті. Енді қазақ жөн сұраспай отыра ала ма? Қайдан келе жатырсыз дейді өзіне жақын отырған біреуі. Таратты деген ауылдан дейді Бидәкен өз ауылын тағы 1-2 ауыл ары апарып. Опырмай, сонша алыс жақтан жүр екенсіз ғой, шай алыңыз дейді кесе алып беріп отырған иесі. Тараттыға барып тас лақтырсан таспейдің басына тиеді деп естиміз. Өзіңіз қай ел болдыңыз дейді бір еңгезердей жуан қара. Тәспей сүйеннен тарайды ғой, біз текейде шәліден тараймыз. Опырау, жақындап келесіз ғой, шәлінің ішінде қайсы деп еңгезерде қара ентелей жақындайды. Шәлінің ішінде Ботабаймын. Міне сенің туысың екен ғой, дейді жуан қараға иесі. Қызық болып жатыр, тұра тұр. Содан Ботабайдан қайсыз дейді жуан қара тіптен ентелеп. Бидәулет саса бастайды. Турасын айтсам ба, айтпасам ба деп сәл ойланып барып, рудың әу баста дұрысын айтқан соң аяғын жалтарудың мүмкін емес екені есіне түсіп барып, Ботабайдан қараман дейді. Сонда әлгі еңгезердей дәу орнынан іркіле қозғалып кеп Бидәулетті құшақтап қайта амандасады. Отырғандардың барлығы табысқан туыстарға кеу-кеу айтып, мәре-сәре, еңгезерде қара мәз-мейрам.
Бейдәулет жан-жағына қарап, жапақ-жапақ етіп, ерекше қуанған болып ол отырады. Бұлар сөйтіп қауқылдасып жатқанда иығына сүлгі салған ұл бала келіп, өзінің оң қол жағынан жағалатып қолға су құя бастайды. Әне-міне дегенше етте келеді. Буы бұрқырап, алға келген үлкен табақтың Бейдәулетке қараған жағынан төңкеріліп жуан қойдың жамбасы жатыр. Әумин деп қол жайған иесі батаны кім береді дегендей бәріне қарайды. Бәрі Бейдәулетке қарайды. Құдайы қонақсыз ғой, сіз беріңіз. Қонақ емес, қайыршы едім дейтін емес. Қатты сасқан Бейдәкен. Ах, депті де, демін ішіне тартып не дерін білмей бір қауым уақыт үнсіз қалыпты. Отырғандар үдірейе бәрі қарап қалған. Мойын тамырлары адырайып, қызарып кеткен. Бейдәкен бір кезде барып, Құдай жарылқасын, әлхам әкбар деп демін үзіре ауыр күрсініп бетін сипайды. Құдайы қонақтың мына күйіне қарап, Аллаху әкбардың аман есен шыққанына шүкір дегендей отырғандар да бір-біріне терең тыныстапты. Енді қайтесің? Ауылында да қайбір алдында табақ тартылып күнде бата беріп жүрген адам дейсің. Жат жерде, қапелімде, жанағыдай жағдаймен жүргенде батаға осы да жарайды да. Сонымен еркек қойдың жамбасы майын орта жіліктің ойынды етімен қабыстыра тау жуасы туралған тұздыққа малып қабырата асып отырып, Бейдәкен неше түрлі ойға беріліпті. Шындығында Құдайдай күтіліп отырған мына қалпын қайыршылыққа қиғысы да келмей қалыпты. Жай ғана тамағын ішіп, басқа жаққа кетіп бара жатқан адам ретінде аттанып кеткісі келіпті. Оған неше жылғы теперіш былтырдан бергі ой қайтадан қайырып әкеп қайыршылықтың даңғылы жолына сала беріпті. Дәл мына дастархан басында қайыршы едім демей-ақ қояйыншы дейді іштей. Шарадай үлкен кесені жалпақ бетін жылт-жылт еткізе қарсақ жон сорпаны сораптай бір тартып жіберіпті. Айт, мына семіз туысын бай секілді ғой, бай болмаса не жеп семірді дейсің? Жалғыз өсақ жарылқай салар мүмкін, айт, дейді қайыршы даңғылына қайта түсе қалған сәті. Ал, туысым ал, жеңіз Құдайы қонақ, жеңіз деп мыналар жік-жік жапар, бірінен бірі өтіп бәйек болады. Арпалыспен отырып жас ас желінеді. Оң қолынан 5 саусағының 5-6 рет салғанда ала жаздай қусырап жүрген қу тырнағын былқылдатып жіберген еркек қойдың қолға жұққан жамбас мойын сүрткісі келмей біраз отырған Бейдәулет сәл ғана сәтке ес атанды. Бір рахат күй кешіп барып майлыққа қолын созады. Дастархан енді басы таудың қызыл бұйра аршасымен ықылық ата отырып, тіс шыққып Құдайы қонақтың әңгімесін ары қарай сұрайды ғой. Сонымен, бұл жақта қандай шаруамен жүрсіз? Бұл жақта ма? Иә, Құдайы жекжат дегенде жақындарыңыз бар ма? Бейдәулет тағы біраз үнсіз қалады. Ол үнсіз қалған сайын бәрі не дер екен, не ғып жүр екен дегенге одан сайын аңсарлары ауып қадала түседі. Әлі сол баяғы арпалыстың біріне жендіре алмай отырған Бейдәулет төменгі тартып ішінен түсіп кеткен үнін зорлана шығарып: Мен жөнімді айтайын, мен қайыршымын, қайыр сұрап жолға шығып едім дейді. Отырған жұрт ортасынан жай түскендей бір-біріне ошарыла қарайды. Сөйтіп барып қайыршыға бір, қара дәуге бір қарайды. Өзі қара түсі онан сайын қара шоқырланып түрі түсініксіз бір қорқынышты көрініске айналып кеткен дәу орнынан атып түргеліп
Бидәулеттің кеңірдегіне бірақ алыпты. Кеңірдегінің бір сығып, екі жағасынан қымқырап ұстап, тік көтеріп, қайыршысы не Сейіттің баласы. Бүкіл қазақтан шықпаған қайыршы енді Қараманнан шығайын деді ме? Тап бүгін сені мылжалап өлтірмесем, әкемнен тумай кетейін, Қараман түгілі қазақ болмай кетейін деп сілкінгенде Бидәулеттің аяқ қолы өлі адамдікіндей ебедейсіз ербеңдетті. Жұрт арашаламақ болса да, жараған бурадай жапырған Қарадау ешкімге бой бермей Бидәулетті қақпадан сүйреп алып шығып, көгала қойдай қылып сабап, желкелеп отырып үйіне алып кетіпті. Құрақ ұшып құдайы қонақ күткен үй үрпісіп қала беріпті. Ертеңде бұл ауылдан екі атқа екі қойды өңгерген екеу Бидәулеттің ауылына тартыпты. Кешегі Қарадау ашулы бір арындап кетсе, айнала ауылының алақанды бүріп жіберіпті. Айтулы азамат екен. Бидәулеттің бүкіл туыс ер адамдарын шақырып алып көздеріне шұқыпты. Неге жібересіңдер? Мына арам сідік күллі Қараманның сүйегіне қайыршы деген мөр басып бере жаздады ғой. Енді бұлай істесе, мұның ғана емес, айтпады демеңдер, екі-үшеуінің бастарында кесіп суға лақтырам деп ақырыпты. Бермей отырғанымыз жоқ, беріп жүрміз, өзі де бір мал басын құрай алмайды деп міңгірлепті біреуі. Бүйтіп кетіп қаларын қайдан білейік депті тағы бірі. Ақыры не керек? Қарадау 2 күн жатып, туыстардан 20 шақты сақмалды Бидәкенің қорасына қамап беріп, ауылына аттанған екен. Ел ішінде әңгіме жата ма? Бұл ауылдан Қарадау кеткенше ол ауылдағы оқиға да жетіп үлгеріпті. Малға толып қалған қорасын есігін бекітіп жатқан Бидәулет көрген Құнаш құрдасы анадай жерден айқайлап: «Ау, Бүйдек, амансың ба? Сен бір сапарға шығып келді дейме?» деп күледі екен. «Әй, сапары құрсын, бері кел. Сапар болғанда да Меккеге барып келді деймісің? Не дұрыстап өздерін бірдей бермей, не елден алғызбай діңкені құрттыңдар ғой. Бұл қазақтың ішінде қайыршы болып та жан сақтай алмайды екенсің ғой» деп қарқ-қарқ күледі дейді Бидәкен. «Әй, құрдас-ай, қожанасырсың ғой. Бүйтіп сапарлап кеткенді кім білген? Сонда ол қайыршының көршісі кім екен десе, қияметте менің де атым аталып жүрмесін. Андағы қоранан мен де бір тұяқ кіргізіп жіберейінші» деп Құнаш та өз қорасынан беттетіп, ел ішінде жеткен сөз енді жата ма? Бидәкеннің әлгі ісі бермесен, Бидәулет құсап қайыр сұрап кетем. Бидәкешенше қайыр сұрап қалмайын деген секілді тәмсіл болып жұрт аузынан ілінеді де кетеді. Енді оған тоқтау бар ма? 4-5 жылдан кейін баяғыда құдайы қонақ болған ауылдағы оқиғаны Құнаш құрдасына басынан аяғына дейін тәпіштеп айтып берген Бидәулет дәу қара туысынан сыртынан рахмет айтып: «Мыналар мені малдың басын құрай алмайды дейді. Малдың басы топтанбаса құралады. 2 ешкі бір тоқтыдан мал құрала ма екен» деп күледі екен. «Сол туысының ауылына барып қалсан, бір түрлі болатын шығарсың, десем, Бүйдегім түйіп ішкен жеріне жоламайды дегендей, содан бері ол ауылға кірмек түгілі малына жоламай кеттім» деп ыржын-ыржын етеді дейді Құнаш құрдас. «Осыдан 3 жыл бұрын ауылға барғанымда көрдім. Сөйткен Бидәкен қойының саны 7 адам жете алмайды дейтін 100-ге де жақындап қалыпты. Ендігі жеткізген де шығар».